Ey жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге ата ұлының мінездері туралы біраз сөз жазып, ятқары қалдырай. Ықылас бірлік оқып алыңыздар. Аның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер бірлі. Оның табылмақтығына себептер әуелі хавас сәлем һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында зорлықпенен, яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң қала Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат, дәфқы, мұздаратларны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырмалады. Соңынан молдаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады, ешбір бақыра болмайды. Ол қиянатшылы балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман иқтиғатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппаға қиыннан қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жолы. Хақиқат бірлән растық қиянаттың дұшпаны. Дұшпан арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақиқатты таппай. Адамның ғылымға, хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке антық білген табылады. Ол Алланың ғылым емес, хәммәні білетіғын ғылымға антықтық. Өзі де адамға өзінің ғылым береді. Аның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақылық һәм адамдықтыр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзі тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көріп болады. Егерде адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі, дін исламның жолындағы пәнделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның аның сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллахи алейхи уассалам аның тарамынан елші екендігіне инандық. Жә, не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де, Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я, өзің үшін иман келтірсең ше, инандың. Ол инанмақтық бірлән қалса, саған пайда бермейді. Аның үшін сен өзің
инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді, кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз әмәнту биллахи кама хуа би исмайхи уа сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар, хамма ол Алла тағаланың фиғыл ғазімлерінің аттары. Олардың мағынасын біл, хам 8 сифат затиялары не деген сөз кәміл үйрен. Өзіңді аның құлы біліп, өзіңді мүслім, атқайып, тәслим болғаныңа раст боласыңда. Өз бейғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағала ұқсай аламба деп, надандық бірлән ол сөзден жиркенбе. Ұқсамақ дәл бір дейлік дағуасы бірлән емес, соның соңында болмақ. Аның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмік, ирада, кәләм, тәкин. Бұл 8-нен Алла тағаладағыдай кәмәләт ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз қалынше бар қылып жарады. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрі атта сипатымызды, ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән, біздің атымыз мүсілім бола ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатына сипатты хам, ол аттары бірлән ағламланған фиғыл құдаға, фиғылымызды ертпек не бірлән табылады? Қалайша табылады? Аны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты, еш бір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ғақылымыз мұқтаж, жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тақрифлап танымаққа керек. Егерде ол сипаттар бірлән тақрифламасақ, бізге мағрифатулла қиып болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қатар ғана білеміз. Болмаса, түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, ал біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз. Бар демеклікте ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклікте Алла тағалаға лайықты келмейді. Аның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатығын бір кадимге тақриб болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде. Құдай тәбәрәка ва тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, ва 99 әсмәи хусналар бірлән. Олардың хәммәсі Алла тағаланың затия субутия ва фиглия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдірем. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым құдіретті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым құдірет олуда боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлым, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада, ғылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы ме? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіғын құдіреті және басар, сәмиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмеге, естімеге,
біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмеге бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым хам әзәли, хам әмди болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен екші оларға жарамайды. Олай болғанда, ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, әр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмеге, құдіретіне ғана бір шара. Бұл ғылым, құдірет, екі сипат бірлән 8 сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында хафлят, құдіретінде епсіздік, я нашарлық жоқ. Саниғын сұнатына қарап білесіз. Бұл көзге көрінген, көңілге сезілген ғаламда қандай хикмет бірлән жарастырып, қандай құдірет бірлән орнастырған. Еш адам ұғылының ақылы жетпейді. Бірақ бендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат қызмет болушы. Соған қарап ойласаң, Алла тағаланың сипатында солай болмақ. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым, құдірет, біздің ұғуымызға ғана екі қисап болмаса, бірақ ғылымдық құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі тәйік, бірі мәтбук болады ғой. Бұл болса, тагриф Раббіге жараспайды. 8 сипат қылып, және ол сипаттар ла ғайру уа ләху болып бұлай айтуда, бұлардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа дегенде, көп нәрседен жиылып, итки фак бірлән Құдай болған болады. Құдай деу, бұтыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет, ақылдан басқа болатығын еді. Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Вадуд, Ғафиз, Саттар, Разақ, Нафик, Вакил, Латиф деген есімдеріне бейнәқи бір ұлық сипатынан қисаптауға жарайды. Ол сөзімен нақлия дәлелім, жоғардағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай тағала бұл ғаламда ақыл жетпейтін келісі бірлән жаратқан, анан басқа бірнен бірі пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан есі, хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатығын ғақылда инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтығын жансыздарда еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды, ақыл есі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан мақшарда сұрау бермейтігін қылып, олардың һәммәсінен пайдаларлық ақыл есі жаратқан. Адам баласынан мақшарда сұрау беретігін қылып жаратқандығында һәм ғадалат, һәм махаббат бар. Адам баласын құр, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл güzel сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып өзге хайуандар секілді, тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде, не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап,
маңдай тері тура көзге ақпасын деп, қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жарақтыға махаббат емеспін. Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырап, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамсыларын өндіріп, неше түрлі нәбаттаттарды өстіріп, хайуандарды сақтадып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дәрия болып, хайуандарға, құсқа, балға сусын, балықтарға орын болып жатыр. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балаузын, құрт жібегін хаммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасаған машин, фабрик адам баласының пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлән адам баласын сүйгені емес пе? Кім сені сүйсе, соны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздық бірлән бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде, кішкене уақытында шафқат сахары бірлән бастарын байлап, қамқор қылып қоймады. Адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлки адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын. Бұл хикметтерінен хәммәсіне хәм мәрхамат, хәм ғадалат зәхет түреген. Сіз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал аның үшін мүсілім болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл фиғылды Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жеп көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман, шала. Алла табарака ва тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы, оны көбі білмейді. Тафаккару фи ал-иллахи деген хадис шарифтің «Инна Аллаху юхуббул мақситин» деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағаны Аттамарру анна сабил бири ва ахсану инна Аллаха юхиббулу мухсинин ва аллазина аману ва амилу салихати аллаика асхабул жанатикум фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған ғамалу салих не екенін білмейміз.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم والله لا يخزي аятына қарасаң, ғамалу салих залымдықтың деңгейі болар. Олай болғанда, ғадалат рафқат болуға, кімде-кімнің әділеті жоқ болса, оның қиясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі «Мән ла хайаван лаху ва ла иманын лаху» деген дәлелдір. Енді белгілі иман құры, инаны іш бірлән болмайды. Ғадалат ва рафқат бірлән болады. Ғамалу салих ғадалатты мархаматты болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылықтарын ешбірі ғадалатты мархаматты бермейді. Көзім күнді көреді, намаз оқушы, руза тұтушылардың не халлатта екендіктерін оған дәлелдер емес. Әлгі ғадалат барша езгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят, бұл ғадалаттан шығады. Аның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде қылық менімен, сондай-мұндай қылықтармен мұғамәлә қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғамәлә қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділетті һәм инсап демес пе? Ол һәммә жақсылықтың басы емес пе? Олай қылықпенен сол ойды ойлаған кесі қаллақаны шүкірді не ойламайсың? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар, ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық да, һәммәсі босанады. Аллаяр софының бір фәрдеден 100 фәрді бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымда, рақымда, ғадалатты құдірет деді. Сенде бұл ғылым, рақым, ғадалат 3 сипат бірлән сипаттанбақ. Ижтихадың шарт еттің, мұсылман болдың, һәм толық инсанияттың бар болады. Белгілі жауан мәртілік 3 хассалат, бірлән болар деген сейттік, кәрәм, хақыл, бұл үшін дән сейттік ғадалат болар. Кәрәм шафағат болар, хақыл мағлұмдыр. Ғылымның бір ат екендігі, бұлар әр адамның бойында Алла табарака ва тағала тәхмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған раваж беріп гүлдендірмек, бәлки адам өз халынша кәмілетқа жеткізбек жәһәтінде болмақ. Бұлар өз ижтихадың бірлән, ниет халис бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш өз хаслаттың иелерінің алда пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзің құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті. Әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ухрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті. Дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки қисапқа алмадыда. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасы сөйлейді. Ғибрат көзімен қарағанда, екісі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Аның үшін әр бірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап, пікірлемекті екісі де айтты. Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек. Бұл ақыл, ғылым, екісі де өзін зорға қисапламақты, залымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Һәм екісі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рақым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді. Бұл екі тайфа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсісін фида қылушылар. Яғни пенделіктің кәмәләті, әулиелік бірлән болатығын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе,
дүние. Бұлай болғанда малды кім бағат, дұшпанды кім тоқтады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді? Дүниедегі Алланың пенделер үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді? Харами, макрухи бұлай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты бірлән, иждихат ақлың бірлән тауып, рахатын көрмегіні бола жаратқан. Берген нигмәттәріне онан көрмек хузурға, суық көз бірлән қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке аңсаққа дұрыспа. Сахиб нигмәтке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздік бірлән күнәкар болмайсың. Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қылмар. Уа кәпірлерге жем болып кетуде, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабыр менен бір қарар тұрамын деген болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым жартыларда ғана айтылған болса, жарым жарты раст дүниеде бола ма? Раст болса, хаммаға бірдей раст болсын. Алалаған раст бола ма? Хам ғадалат бола ма? Олай ойлағанда, ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, бірақ әулилердің де бәрі бірдей тәркіт немес еді. Ғашеден мүбәшәреден Хазрет Осман, Абдурахман би Гауф уа Сағид бин Әбуд Қас үшеуі де үлкен. Ол тәркі дүниелік, я дүние ләзетін алданып, еждихадым шала қалат деп бойына сенбегендің. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақшын, ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен шаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауа-хауастан, әр бір арзуи нәпсіден суынып, әдәләт, уа мархабат-махабатна бір қарар болар мекен деген үмітпен болса керек. Олай болғанда, о да жұртқа қылған артық махабаттан қисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда ыриясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетмек болар. Бұл заманда надир, бұған қылымның да зора, зиддік қайраттың да зора. Махабаттың қалақна да, уа халық қаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмаға қиынның қиыны, бәлки фитне болар. Басына хам өзіне өзгешелік бермек, адам олын бір бұзармыз. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүрген, біз бұзылдық дегені мен бір бар. Хаким ғылым асылда бір сөз, бірақ қарапта басқаларды. Дүниеде ғылым зәхири бар. Олар айтылмыштарды нақлия деп дейді. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тағала еш бір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны ізерлеп, тафаккару фи алла иллахи деген аятына бейнаян бұл сұңғати құдадан ізерлеп, құмар болып, ғибратан ұшыларға тыю жоқ. Бәлки сұңғатынан себебін білмекке, құмарлықтан саниғына ғашықтық шығар. Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық мақшұқлыққа халид бірләм мақлық ортасы насибәтсіз Алла тағаланың пендесі махаббат уа мархабат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжәметті Құдаға ғашық болмаймыз. Олай болғанда хикмет Құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хаким болар. Олар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандары хаммасы адам баласының пайдасы үшін ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат барға,
екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ. Әрбір нәрсенің себебін таппақ пенен ләззәтләнеді. Адаспай тур іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Пейғыл пәнденің қазығы, осы жақсы хакимдер әр нәрсе дүниеде, солардың истихражы бірлән арашады. Олардың ісінің көбі дүниесі. Ләкин осы хакимдердің жасаған, таратқан, уа айтқан істері әд-дүния мәзрәгәтүл ахирет дегендей ахиретке егіндік болады. Әрбір ғалым хаким емес, ал әрбір хаким ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кесіп қылады. Хакимдердің ғақлияты бірлән жетсе, иман яки. Ол хакимдерден мұрат, мұсылман хакимдері болмаса, ғайри діннің хакимдері, әгәрша матлубни, тәжидуни делінсе де, дүниенің хам адам оғлы өмірінің сыртар етсе де, діннің хақ мақрифатына жете алмағандар. Олардың көбі иманның 7 шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып, тахқиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз, Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифі, ғайруи нас мән янфагу әннас деген. Ол хакимдер ұйға, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іш шығармақлығына, яғни электрлі тауып, аспаннан шайды бұрап алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, мың адам қылалмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уа хусусан адам баласының ақыл пікірін ұстатып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғлік болған соң, біздің оларға міндеткерлерімізге табуы жоқ. Бұл заманның молдалары хаким атына дұшман болады. Әлки бұсық фиғыл, әлінсән ғаддулләмә жахилға қиса. Олардың шәкірттерінің көбі біраз қарап фарсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдас тимек түгіл, түрлі зарарлар хасилар. Хай менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Олардың көбі әншейін жахил түгіл, жахиллар кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір инсапқа қайтсын хам ғибраттанасың. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген инсап, құры өзімшілдік, хам әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Оған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалетпен тәпіштеуі керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахаба икарамлар бұл жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасы сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгері бірлән қағидалар өзгерілмеген білдіргені болады. Бұл күндегі таксил улым ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп рушидиялар салынып жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеден адам бір ессіз адам болып шығады да, қаракетке ылайық жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынды. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсірсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға құр беріп тұрады.
келсе, жоқшылықтың адамда хайуандандырып жіберетін. Әлгі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөйлеген, дүниеде кім өзіне өзгешелік бермек қасты бірләм малға махаббатын аударғандар, дүние болмаса, санда қолым қысқа болмасын деп, һәм біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән қылып кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал. Өнерді үйренбек өзі де сай. Бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын. Шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше иқсан болмақ қарасыз. Бірақ өзгелердің иқсанына сүйендеп көрсетеміз. Моллалар тұра тұрсын, Усусан бұл замананың ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитне ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді, көбі адам. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағдысын қылады. Бұл іс олардың сыбағас емес, олардың жеткізбегі мұхал. Олар адам аздырушылар, хата дінге де зарарлыdır. Олардың сүйенгені надындар, сөйлегені шалған, дәлелдері тасмығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам денеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаңа болса, өзің ниһаятласың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Аламнан жиылсын, алам құйылсын. Отырған орныма ағып келе берсін деген, ол не деген ынсап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Ниһаятсыз Құдаға тақырып хасил болып, хас езгі құлдарынан болмақ үміті бар, өзге жолда үміт бар. Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты киініп түземек. Жүріс тұрысын түзетмек болады да, мұнысын өзінше бір дәулет біледі. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрі келдірсек. Осындай болар ма едік деп, біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Не пайда? Мұнша әреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымға сатарсың. Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтығын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектік өсер. Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмаға, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенше достық лағатталма. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық, һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, я қылықпен, өзін өзі артық көрсетпек мақсатынан аулақ болған.
Бұл өзін өзі артық көрсетпек. Әуелгісі әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтар. Бұл адамға. Екінші, өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың бұрын. Үшіншісі, қастық қылмақ, қор тұтпақ, емінтек, олар дұшпанда шақы. Һәм өзі өзгеше болам демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асам деген күншілікті білдіреді, күншілікті қозғайды. Ол үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қорғылар, үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық дейміз. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біледі. Білімсіздік хайуандық болады. Хайуандық. Еріншектік күллі дүниедегі өмірдің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, бәрі осыдан шығады. Залымдық болса, адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан бұлардың емі Аллахына махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулық әділет ісінің алдардың байқарлық білімі. Ол білім ғылымда Құдаға мұқтади болсын деген Құдай тағала бұл ғаламды жаратты. Ерімбет, келісімменен, хикметпенен кәмәләтті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылықты бейна қылып, арқа сүйерлік шеберлік білдіңіз. Және Құдай тағала әрне жаратты. Бір түрлі пайдалы бар. Сенің де есіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміт бар іс болсын. Бұларсыз іс емес. Бәлки бұларсыз тағат емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәклif қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің қауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп. Парыздарды білмекке, ижтихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, езгілік деп қыласыз. Езгілікке бұла қаст етіп етесіз. Ниет оның парызынан хисап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі: «Инна ягмалла ағмал бин ният». Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, руза тұтмаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирінен қалып сыр, ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес. Сіздің батиніңсіз таза болмаға ол иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат батиніңіздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көріп үшін бұйырды. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу. Бірақ езгі тағат бірлән нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенеді. Бәлки сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнеді деген. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояту тұрмағын қаст қылса, күзеткен нәрсесі қайда кетеді?
Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы тазалық емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара. Ол ғибадаттан бір үлкен намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ. Сонан соң намазға шуруқ қылмақ. Ол тахараттың алды истинжа еді. Оны бері ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіқ бірлән бітуші еді. Бұлар хаммасы болмаса, көбі ишарат еді. Истинжада артыңызды жуасыз. Сіздің артыңыздың ешкімге керек жоқ еді. Онымен сезімді, тазалыққа кіргендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафылығының соңында халық көрер, сыртымды да пак етемін, һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пак етемін. Бұл пактықтың үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат. Салауат дұға мағынасында. Аяқта, мойнында болған мәсқылар ол жумақ емес, өздері де жуылы деп көрсеткен ишарат. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, кірша, Алла тағаланы жоғарда деп, мәкан испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дариясына ғарық болдым. Яғни, дүние әуесіне ғарық қылмай қолынан тарт. Яғни, құтыларлық жәрдемдердің ишараты. Онан соң қиямда тұрып, қол бағламақ, құл қожа алдында тұрмақ, Бұхара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына ықрарының беріктігін көрсеткен ишарат. Қыблаға қарамақ кірша, Құдай тағалаға еш бір орын емес болса да, зияратым парыз еткен орынға жүзім қарадым. Сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар еді. Онан соң қираят, яғни Сурахи Фатиха. Мұнда бірақ сөз. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Руку асырмақ алдында Құда қазірге ұқсас. Ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары. Бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадағату лахир дұғаның ақырында Аллаға тақаят, одан тәшшәхуд, одан салуат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем бірлен тауысасыз. Яғни, Алла тағаладан ниетлеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақ тастырып, оларға да сәлемәтшілік тілеп, һәм рахмет тілесіз. Жә, бұл сөзден не ғибратлаттық?